Сәлем достар, мен бүгін сіздермен дүкендегідей нәзік, өте тәтті, дәмді, жұмсақ сметанник пирогының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Сіз бір пісіргеннен-ақ осылай әдемі болып, тәтті болып шығады. Ол үшін бізге сары май 150 грамм, ұн 250 грамм, қопсытқыш разрыхлитель 10 грамм, секер бір ас қасық толық немесе 50 грамм қажет болады. Ұнымызды, секерімізді, разрыхлитель қопсытқымызды араластырып аламыз. Сары майды қосып, араластырып илейміз. Және илеген уақытта тестіміз рассыпчатый болу керек. Әбден сондай қалыпқа келтіргеннен кейін бір жұмыртқа қосып біріктіреміз де 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Тестіміз холодильникте демалып жатқанда біз ортасына салатын қаймағын дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм қаймақ 20%, 4 жұмыртқа, ваниль және де бір ас қасық 50 грамм секер қажет. Барлығын жайлап араластырамыз, қатты соқпаймыз. Дайын болғаннан кейін табамызды дайындаймыз. Мен кольца алдым. Колечком 24 диаметрі 24 сантиметр. Соған дайын салқындатылған тестімізді тегістеп табаға саламыз. Шеттерін 3-4 сантиметр биіктік қылып көтереміз. Бізде дайын болған сұйықтығымызды жайлап бетіне құямыз. Содан кейін 180 градуста жылытылып тұрған духовкаға 45-50 минутқа піскенге шейін беті сарғайып қоямыз. Менімен пирогым дайын болды. Әбден бөлменің температурасына суығаннан кейін барып қана формадан аламыз. Дәл осылай нәзік, жұмсақ болып сіздерде де осылай шығатынына мен кепілдік беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Тіркеліп, лайк басуларыңызды сұраймын. Рахмет.